1928 жылдары Алматыдағы Қазақтың халық ағарту институтында оқыған екен. Сонымен қатар болған Ғали атамыз, яғни әкеміз, ол ақын болып қана болған жоқ, аудармашы да болған екен. Өзге тілдің ақындары жазған шығармаларды біздің ана қазақ тіліне еркін аударып отырған. Оның ішінде біздің есімізде ерекше қалатын біздің мектепте тағы не бар екен? Музей бар екен, иә? Біз ол музейге не істедік? Саяхатта, экскурсияға өткенде шығып қайттық, иә? Енді сол біздің экскурсиямыздан кішкене бейнебаян тамашалайық. Әлдилер анаң жолында жұбаттың бергенсің, жүзіңді танып күлгенің көрінді маған. Өмірде өлең жазса серкеу тартпай, өлеңге берген дамыл таппай, өзіңдей тыныс көрген қуанышың, маздансып сөйлеген шамшың. Еді қатты сонда да, жүрсек те сөйтіп күн жаумай, демедік оны біз қорлық. Шығарған Ғали атасында өлеңі бар екен, соны сіздерге мәнерлеп оқып берсе. Мен бүгін атаммен мақтанамын, Ғали атам туралы сырымды ақтарамын. Өлеңмен сөз маржаны табыс етіп, ұрпағың даңқ жолға Ғали Орманов атамның портреті. Бұны мен өз қолыммен салдым. Мен Ғали атама жасаған сыйлығын табылдым. Құрметті әріптесім, бұл үлкен бүкіл мектеп тойлап жатқан үлкен мерейтойы Ғали Орманов ағамыздың әруағына арнап, оны бүкіл республика деңгейінде өтіп жатқан іс-шара. Сондықтан да барлықтарымыз мінекей бүгін бір адамдай атсалысып осы Ғали Орманов аталарының бүкіл өмірін, өмірбаянын, шығармашылығын, поэзиясына көз жүгіртіп керемет сондай іс-шараларға қатысып отырсыздар сіздер. Үлкен міндетіне, кіші міндетіне барлықтарыңыз отбасыларыңызбен бірге жұмыс істегендеріңіз көрініп отыр. Мәңгілік осы кісіні құрметтеп, сыйлап өтуіміз керек барлығымызда. Себебі бұл кісілер қазақ халқының бір туар ұлдары болып саналады. Мінекей өздері өлсе де, сөздері өлместен әр ұрпақтан ұрпаққа осы кісілердің шығармашылығымен танысып, оқып келе жатырсыздар. Сіздер де осы үлкен азамат болыңыздар, білімді болыңыздар, білікті болыңыздар, іскер болыңыздар, ақылды болыңыздар. Осы мұғалім айтқан екі етпестен орындап, жақсы оқысаңыздар, сіздер де осыны елге, жерге, отанға қызмет ететін үлкен азамат болып шығасыздар деп біз сенеміз, құрметті оқушылар. Барлықтарыңызды жақсы көреміз.